Таңғы ұйқымнан ояна алмай, меңзең күйде жатқанмын. Сырт есіктің сарт-сұрт асығыс шабылғаннан секем алып атып тұрдым. Сөйтсем, анам екен, түрі бос. Екемнің қолынан тастай ғып ұстап алған, жіберер емес. Қорқып кеттім деген сөзі сан қайталап айта береді. Көздері мөлтілеген жасқа толы. Дауысы дірілдей. Зират басына барып едім. Қатты шошып қалдым. О Аллай! Деген дауыс құлағыма ап-анық естілді, дей береді. Менің сансыз сұрағым әкем. Зират басында Рулас ағайдың қабіріне топырақ салмақ болып алға кеткен. Бір кезде баж етіп кейін қашты деп жауап қатты. Кейін ұққаным, ағайдың қабірінің алдында үлкен жеңгесінің де қабірі болатын. Соның қасына байқамай өтіп бара жатқанда, ой Аллай! Деген күңіренген дауыс зиратты басына көтерген. Және белгісіз бір күш еріксіз өз жағына қаратқысы кеп тартқандай болды. Шошынған анам алды-артына қарамастан қаша жөнеліпті. Үстіме бейне бір суық құйып жібергендей болды. Тұла бойымды игере алмай, басқан аяғым кейін кетіп, үйге әкеңе сүйретіліп әзер жеттім. Құлағымда күңіренген дауыс әлі тұр деп, өз-өзіне келе алмай отырған анам. Содан әкем, бұлай болғаны жарамас. Қатты шошынсаң, қорықтық, құйдырғанымыз жөн болар деді. Мен де әкемді құптадым. Ауылымызда Разия есімді апай бар болатын. Бірнеше жылдан бері көрші тұрамыз. Оның сынық салатын, қазақ ем-дом жасайтын қасиеті бар еді. Сол кісіні шақыртып, қорықтық құйғыздық. Қорықтықты қорғасынан құяды екен. Қорғасынды ертіп, анамды құбылаға қарата отырғызып қойған. Құдайдың келемеді, қорғасын кенет өзінен өзі біргіп, суретке айналды. Суретте зират басында ай белгісі мен жүрек бейнесі шықты. Жүректе аздап тыртық салынған. Бұдан бұрын мұндай нәрсені көрмегенмен аңтың күйде сілеп қатып қалыппын. Қорғасын белгілі орманға орап, кейін ағып суға ағызсын деп, қашан қорқынышың басылғанша жастығының астына қойып жат деп Разия кетті. Осыдан кейін анам өзіне өзі келіп, үй шаруасына араласып кетті. Бұл күнде ол оқиға ұмыт болды. Бірақ менің ойым салсақта. Дүниеде бізге белгісіз бір сол тылсым күштердің бар болғаны шынымен рас па?